Сәлем достар, көңіл күйлерің қалай? Достар, біз сәуір айында әдеттегіден көп кітап оқуымыз керек, себебі 2 сәуір балаларға арналған кітаптар күні болса, 23 сәуір жалпы кітаптар күні екен. Олай болса, бүгін кім қандай кітап оқығаны жайында айтып берсін. Ал достар, біз бүгін сендермен мысық пен тышқан ойынын ойнайтын боламыз. Ойын шартын ойын барысында түсіндіретін боламын. Ал дәл қазір байланыс телефондарын естеріңе сала кетейін. 559-777, 559-888. Ал Астана қаласының коды өздерің білетіндей 71-72 қоңырауларыңды күтем, маған хабарласыңдар. Достар, білесіңдер ме, бізге, яғни балаларға арналған кітаптар күні деп аталатын мереке бар екен. Ол 2 сәуір күні тойланады. Осыдан 3 күн бұрын, халықаралық балаларға арналған кітаптар күні 1956 жылдан бастап әйгілі ертекші дат жазушысы Ганс Христиан Андерсеннің туылған күніне орай атап өтіледі. Сондай-ақ бұл күні ең үздік кітаптарға арналған көрме өтеді екен. Ал кішкентай оқырмандарымызға арналған бәйге де ұйымдастырылады екен. Ал хабарласқан досымыз қандай кітаптарды оқыды екен, өзінен сұрайықшы. Алло, сәлем. Сәлем. Сәлем, сенің атың кім? Назым. Кім? Назым, көңіл күйің қалай? Өте тамаша. Назым, сенің жасың нешеде? 8-де. 8-де. Сен қандай кітап оқыдың? Мен түрлі ертегілер. Мысалы? Бауырсақ ертегісі. Бауырсақ ертегісі не? Иә. Қандай кітаптарың бар? Немесе кітапханада? Абай туралы кітабым бар. Абай жолы кітабы ма? Иә. Неше томы бар? Неше томы бар? Абай жолы кітабы 4 томнан тұрады ғой, Ал сенде нешеуі бар? 4-еуі де бар ма? Назым? Күте тұрыңызшы, мен біреуіне сөйлесіп алайын. Ау, кіммен? Күте тұрыңызшы, мен біреуіне сөйлесіп алайын. Назым? Мен біреумен сөйлесіп алам. Жоқ, біз күте алмаймыз ғой. Басқа да достарымыз күтіп қалады. Олар ренжиді, уақыт жетпей қалады. Сен не менімен сөйлес, немесе тұтқаны қой. Ойынымызды жалғастырамыз ба? Иә. Жақсы. Ал сен ойын шартымен таныстың ба? Иә. Олай болса ойынымызды бастайық. Мен саған сәттілік тілеймін. Мінекей, қазір. Сонымен сен мені көріп тұрсың ба, Назым? Иә. Мені көріп тұрсың ба? Ал сол жақтағы сенің тышқаның, Назым деп жазылып тұр ғой, Ал енді сен бастай ғой. Қай досыңның үйіне қонаққа барасың? Лақ. Лаққа қонаққа барасың. Сонымен лақ саған не береді екен? Ол саған 3 ірімшік берді, тамаша. Ал енді мен балықтың үйіне қонаққа барамын. Сонымен балық маған не береді екен? Ол маған тағы да 3 ірімшік берді. Екеуміз тепе-тең болдық, 3-те 3. Ал енді сенің кезегің? Мен ұлудың үйіне қонаққа барамын. Ұлудың үйіне, жақсы. Ол саған не береді екен? Ұлу саған тағы да 3 ірімшік берді. Ал енді мен Бозторғайдың үйіне қонаққа барамын. Сонымен ол маған 4 ірімшік берді. Енді сен? Мен күшіктің үйіне қонаққа барамын. Күшіктің үйіне, жақсы. Күшік саған не береді екен? Ол саған 4 ірімшік берді. Сен әзірше алда келе жатырсың, Ал енді мен қоянның үйіне қонаққа барайыншы. Сонымен қоян маған не береді екен? Ол маған тағы да 4 ірімшік берді. Енді сенің кезегің? Кімге қонаққа барасың? Түйе. Түйеге, жақсы. Түйе саған... Ол саған бірден 10 бидай берді, тамаша. Ал енді мен керіктің үйіне қонаққа барғым келеді. Ол керік маған не береді екен? Қазір көрейікші. Ол маған бір-ақ қана ірімшік берді. Жақсы, ал енді сенің кезегің? Мен керіктің үйіне қонаққа барамын. Керіктің? Мен керіктің үйіне барып қойдым ғой. Бақа.
Бақаға. Жақсы. Бақа саған 2 ірімшік берді. Сенің қоржыныңда барлығы 22 ірімшік, е? Ал енді мен пингвиннің үйіне қонаққа барамын. Сонымен пингвин маған 5 ірімшік берді. Сенің кезегің? Назым? Мен көбелектің үйіне қонаққа барамын. Көбелектің үйіне. Жақсы. Сен қақпанға түсіп қалдың, ал мен болсам 2 рет қонаққа баратын болдым. Мен балапанға қонаққа барайыншы. Балапан маған не береді екен? Сонымен ол маған 5 ірімшік берді, ал енді 2-ші рет тотықыздың үйіне қонаққа барайын. Сонымен тотықыз маған не бересің? Ол маған 5 ірімшік берді. Енді сенің кезегің? Мен пілдің үйіне қонаққа барамын. Пілдің үйіне, е? Жақсы. Піл саған не береді екен? Ол саған 1 ірімшік берді. Енді менің кезегім. Мен қарлығаштың үйіне қонаққа барайыншы. Сонымен қарлығаш маған не бересің? Ол маған 1 ірімшік берді. Енді сен кімнің үйіне қонаққа барасың? Кірпі. Кірпінің үйіне. Жақсы. Кірпі саған не береді екен? Кірпінің үйіне ол саған 2 ірімшік берді. Енді мен құлыншақтың үйіне қонаққа барайын. Сонымен құлыншақ маған не бересің? Ол маған 2 ірімшік берді. Енді сенің кезегің? Мен түлкінің үйіне қонаққа барамын. Түлкінің үйіне. Жақсы. Ол саған 5 ірімшік берді. Тамаша. Ал енді мен жолбарыстың үйіне қонаққа барайыншы. Сонымен жолбарыс маған 3 ірімшік берді. Енді сенің кезегің? Тиін. Тиінге. Жақсы. Тиін саған не береді екен? Ол саған 2 ірімшік берді. Керемет. Ал енді мен маймылдың үйіне қонаққа барайыншы. Маймыл маған не береді екен? Сонымен маймыл маған 4 ірімшік берді. Енді сенің кезегің? Мен аюдың үйіне қонаққа барамын. Аюдың үйіне. Жақсы. Аю саған не береді екен? Ой, сен мысыққа ұсталып қалдың, бірақ сен мұңайма, е? Бұл ойында мен жеңіске жеттім. Бізге тағы да хабарлас, бәлкім сол кезде жеңімпаз атанатын шығарсың. Сен еш көңіл күйіңді түсірме, ал әзірге сау бол, Назым. Ал достар, біздің байланыс телефондарымыз 509 777 509 888. Ал Астана қаласының коды өздерің білетіндей 7172. Қоңырауларыңды күтем, маған хабарласыңдар. Достар, біз ең алдымен ертегі кітаптар оқып бастаймыз. Сендердің де ертегі кітаптарың бар шығар. Ал менде олар көп. Мысалы, менің ғажайып ертегім Даниялдың ғажайып әлемі, Алуан түсті балықтар және Дария атты ертегілерді оқыдым. Ал бұл ертегілермен кім таныс? Хабарласқан досымыздан сұрайықшы. Алло, сәлем. Сәлем. Сәлем, сенің атың кім? Әсем. Әсем, көңіл күйің қалай? Жақсы. Әсем, сенің жасың нешеде? 8-де. Әсем, қандай ертегі кітаптарың бар? Өнегелі ертегілер. Ау? Өнегелі ертегілер. Өнегелі ертегілер, е? Иә. Қандай ертегі оқыдың оның ішінен? Қорыққанға қос көрінеді. Жақсы. Мазмұнын айтып бересің бе? Е? Айтасың ба? Баяғыда қарттар. Басқа ертегі айтуға бола ма? Ау? Басқа ертегі айтуға бола ма? Әрине болады. Айта ғой. Түлкі тасбақа кене. Е? Баяғыда түлкі тасбақа және кене дос болыпты. Е, сосын? Әрі қарай. Е, Әсем? Қисық үйректі айтайын? Ау? Қисық үйректі. Жақсы, сен ертегілеріңді тағы да бір рет оқып ал, жарай ма? Келесі жолы хабарласқанда мүдірместен, тоқтамастан айтып бересің, е? Ал дәл қазір ойынымызды бастайық, сен ойын шартымен танысың ба? Е, Әсем? Иә. Ендеше ойынымызды бастайық, мен саған сәттілік деймін. Мінекей, мені көріп тұрсың ба?
Иә, көріп тұрмын. Ал енді сол жақ шетте тұрған сенің тышқаның астында әсем деп жазылыптыр, иә? Енді ойынымызды бастайық. Сен қай жануардың үйіне қонаққа барасың? Балапанға. Балапанға. Жақсы, балапан саған 5 ірімшік берді, керемет. Енді мен ұлудың үйіне қонаққа барайыншы. Ұлу, маған не бересің? Ол маған 3 ірімшік берді, тамаша. Сенің кезегің? Пілге барамын. Пілге, иә? Ол саған 5 ірімшік берді, ал енді мен пингвиннің үйіне қонаққа барайыншы. Ол маған да 5 ірімшік берді ғой. Сенің кезегің? Балыққа барамын. Үйіне қонаққа барасың. Балыққа, жақсы. Балық саған 4 ірімшік берді, ал енді мен түйенің үйіне қонаққа барамын. Түйе, маған не бересің? Ол маған 2 ірімшік берді. Сонымен енді сенің кезегің? Қоянға барамын. Қоянға барасың. Жақсы. Қоян саған 1 ірімшік берді. Енді мен бақаға барайыншы. Бақа маған не береді екен? 4 ірімшік берді. Енді сен? Бозторғайға. Бозторғайға барасың. Жақсы. Бозторғай саған 3 ірімшік берді. Ал енді мен керіктің үйіне қонаққа барайыншы. Керік маған... керік не береді екен? Сонымен керік. Ол маған 4 ірімшік берді. Енді сенің кезегің? Екеуміз тең болдық, иә? Иә. Қай жануардың үйіне қонаққа барасың? Қарлығашқа. Қарлығашқа. Жақсы. Қарлығаш саған 1 ірімшік берді. Тамаша. Ал енді мен маймылдың үйіне қонаққа барайыншы. Маймыл, маған не бересің? Ой, мен мысыққа ұсталып қалдым. Ал бұл ойында сен жеңіске жеттің, әсем, жарайсың. Тамаша, Даниэлдің ғажайып әлемі атты ертегі кітабына ие болдың. Бізге келіп өз сыйлығыңды алып кет, иә? Енді бұл кітапты оқып, ертегілерін есіңе сақтап ал, жарай ма? Ал мен сені жеңісімен шын жүректен құттықтаймын. Ал әзірге сау бола ғой, әсем. Достар, біздің байланыс телефондарымыз 559-77-559-888. Ал Астана қаласының коды өздерің ретінде 7172. Қоңырауларыңды күтем, маған хабарласыңдар. Достар, кімнің кітапты жақсы көретінін қалай анықтаудың жолын таптым. Мен қазір хабарласқан досымнан кітап туралы мақал-мәтел сұраймын. Кім көп мақал-мәтел біледі екен? Сонымен, алло, сәлем. Сәлем. Сәлем, сенің атың кім? Несібелі. Еркежан, көңіл-күйің қалай? Еркежан. Жақсы. Мектеп оқулықтарынан басқа қандай кітаптарың бар? Қандай кітап оқисың? Кітапханаға барасың ба? Ертегі кітаптар оқимын. Қандай ертегі кітабың бар? Қалай аталады ол? Қазақ ертегілер. Қазақ ертегілері, иә? Кітап туралы қандай мақал-мәтел білесің? Иә? Кітап білім бұлағы, мектеп өмір шырағы. Білім өмір шырағы, иә? Бір мақал, енді? Тағы да? Сонымен, көмектесейін бе? Әлде өзің айтасың ба? Жарайды, кітап ғалым, тілсіз мұғалім, е? Күш білімде, ал білім қайда? Кітапта, жарайсың, дұрыс айтасың, ал сен ойын шартымен танысың ба? Иә. Ойынымызды бастайық, мен саған сәттілік деймін. Мінекей, сонымен мені көріп тұрсың ба? Еркежан? Жақсы. Енді сен ойынды бастайсың. Қай жануардың үйіне қонаққа барасың? Торғайдың. Торғайға, жақсы. Торғай саған 1-ден 10 бидай берді ғой. Керемет. Ал енді мен құлыншақтың үйіне қонаққа барайын. Сонымен құлыншақ маған 2 ірімшік берді. Жарайды. Ал енді сен? Құлынның. Құлынға, е? Құлыншақтың үйіне мен бардым ғой. Енді басқа да жануарлар көп қой. Ау? Тиынның. Тиынге, жақсы. Тиын саған 3 ірімшік берді. Ал енді мен ұлуға қонаққа барайыншы. Ұлу, сонымен ұлу
не бересің? Маған 5 ірімшік берді, тамаша. Ал енді сенің кезегің? Қарлығашқа. Қарлығашқа, жақсы. Қарлығаш не береді екен? Қарлығаш. Ол 5 ірімшік берді, керемет. Ал енді мен қоянның үйіне қонаққа барайыншы. Қоян, маған не бересің? Маған 4 ірімшік берді. Сен қай жануардың үйіне қонаққа барасың? Түлкінің. Түлкіге, жақсы. Түлкі саған 1 ірімшік берді. Ал енді мен лақтың үйіне қонаққа барайыншы. Сонымен лақ маған 2 ірімшік берді. Енді сенің кезегің? Балапанның. Балапанның үйіне. Жақсы. Балапан саған 3 ірімшік берді. Тамаша. Сенің қожыныңда барлығы 22 ірімшік, ал менде 13 ірімшік, е? Ал енді мен пингвиннің үйіне қонаққа барайыншы. Пингвин, маған не бересің? Ол маған 5 ірімшік берді. Енді сен? Мен түйенің. Түйеге, е? Жақсы. Түйе саған 1 ірімшік берді. Ал енді мен балықтың үйіне қонаққа барайыншы. Сонымен, мен қақпанға түсіп қалдым. Ал енді сен 2 рет қонаққа барасың. Сонымен, қай жануардың үйіне қонаққа барасың? Көбелекке. Жақсы. Көбелек. Сен де қақпанға түсіп қалдың. Мен 2 рет қонаққа барамын. Мен пілге қонаққа барайыншы. Сонымен, піл маған 4 ірімшік берді. Ал екінші рет кірпінің үйіне қонаққа барамын. Кірпі, маған не бересің? Маған 5 ірімшік берді. Енді сенің кезегің? Жолбарыстың үйіне. Жолбарыстың үйіне. Жақсы. Жолбарыс саған 4 ірімшік берді. Ал енді мен керіктің үйіне қонаққа барайыншы. Керік, маған 1 ірімшік берді. Сенің кезегің? Қай жануардың үйіне қонаққа? Лаққа. Жақсы. Лақ. Қозы ғой, е? Қошақан, е? Жақсы. Ол саған не береді екен? Сен қошақанның үйінде мысық бар екен ғой. Сен мысыққа ұсталып қалдың. Бірақ сен мұңайма, Еркежан, жарай ма? Бізге дау-да хабарлас. Бәлкім сол кезде жеңімпаз атанатын шығарсың. Ал әзірге сау бол. Ал достар, біздің байланыс телефондарымыз 159 777 159 888. Ал Астана қаласының коды өздерің білетінде 7172. Қоңырауларыңды күтем, маған хабарласыңда, жарай ма? Ал енді кітап туралы қызықты ақпараттар айтамын. Мұқият тыңдаңдар, е? Әлемдегі ең үлкен кітап супер кітап екенін біз бұған дейін де айтқан болатынбыз, е? Ал ең ауыр кітап географиялық атлас екен. Оның салмағы 320 келі, ал биіктігі 1 метрден асады екен. Ал ең ұзын кітап ғажап деп аталады. Ал оның ұзындығы 1856 метр екен. Ол папирус қағазына жазылып оралған екен. Қандай қызық ақпараттар, е? Міне, жер шарында осындай ерекше кітаптар бар екен. Ал сендер өздерің оқыған кітаптарың жайында бізге хат арқылы жазып жіберіңдер, жарай ма? Ал бүгінгі ойынымызда жеңімпаз кім екен? Сонымен, әсем, жарайсың. Бүгінгі ойынымыздың жеңімпаз атандың. Бізге келіп өз сыйлығыңды алып кет, жарай ма? Сен 3 тілде жазылған Даниялдың ғажайып әлемі атты ертегі кітабына ие болдың. Ал біздің мекен жайымыз Астана қаласы, Қонаев көшесі 4, Қазмедиа орталығы, Балапан телеарнасы. Ал достар, бүгінгі бағдарлама сендерге ұнады деген ойдамын. Алдағы уақытта 23 сәуір кітап күні ғой, соған орай дәл сол күні ойлантап бағдарламасында оқыған кітаптарымызға талдау жасайық, я? Ал кім бірінші кітапханаға барар екен? Кездескенше!